Курск маңына нацистік Германияның бүкіл әскери күші дерлік шоғырландырылды. 5 шілдеде неміс танк колонналары алға жылжыды. Осылайша, екінші дүниежүзілік соғыстың ең ірі шайқасы басталды. Курск шайқасы соғыста шешуші шайқас болуға тиіс еді. Өйткені бұл Германия стратегиялық бастаманы сақтай ма, әлде жоғалта ма, соны анықтайтын сәт болды. Курск шайқасы 49 күнге созылды. Бұл шайқасқа екі тараптан 2 миллионнан астам сарбаз және шамамен 6000 танк қатысты. Соғыс тарихында мұндай қақтығыс бұрын соңды болмаған. Бұл сұмдық көрініс. Түтін, жарылыстардың дауысы, дүрсіл, темір мен броньның жыртылуы. Бронь балқып жатты. Қызыл армияға немістің элиталық дивизияларын қалай талқандауға мүмкіндік туды? Неге Курск түбінде Гитлер соғыстан түпкілікті жеңіс тапты? Неліктен оған ең жаңа танктер мен ұшақтарда көмектеспеді?